Неліктен бір аттың өлімі бүкіл халықтың жүрегін жаралады? Неліктен бұл шығарма қазақ әдебиетінде айрықша орын алады? Бұл сұрақтардың жауабын Ілияс Жансүгіровтің «Құлагер» поэмасынан табамыз. Ілияс Жансүгіровтің өнер тақырыбына арналған «Құлагер» поэмасы 19 ғасырда өмір сүрген қазақ халқының әйгілі әншісі, ақыны Ақан Сері Қорамсаұлының өмірі туралы. Автордың ақындық таланттың қалтықсыз танытқан бұл шығармасы 1937 жылы жазылды. Поэманың негізгі идеясы ақынға деген халық құрметі мен махаббатын көрсету, қатал заманда шеккен қасірет мен қорлығын жеткізу. Бұл қазақ тарихында ақынның құлагеріне қатысты тұңғыш жазылған әдеби әрі тарихи туынды. Поэманың үш ерекшелігін атап өтуге болады. Бірінші, халықтың тұрмыстық өмірінің ас беруі, бәйге жарыс, ас кезінде өткізілген түрлі салтты ойындар сияқты көркем көріністерінің шебер суреттелуі. Автор осындай көріністер арқылы сол заманда орын алған әлеуметтік теңсіздікті ашып береді. Екінші, ақынның өмірі мен өнерін халыққа паш ету, таланттың талайлы тағдырына кейінгі ұрпаққа жеткізу. Үшінші, терең психологизм. Автор ақан басындағы трагедиялық халді де, өкініште, халық мұнын да шынайы сезіндіре суреттеп берген. Поэманың тіл байлығы ерекше. Ақын бай құнарлы тілмен оқушыны баурап, жоғары эстетикамен жырлайды. Шығармадағы әдемі картиналар, айқын образдар, эпикалық құлаш, романтикалық леп, нәзік лирикалық сезім, 11 буынды қара өлең үлгісі «Құлагер» поэмасының Ілияс Жансүгіров шығармашылығының биік шыңы екеніне толық дәлел бола алады. Ілияс Жансүгіровтің осы поэма арқылы адам мен тағдырды, махаббат пен қасіретті бір арнаға тоғыстырды. Құлагер оқып қана қоймай сезінетін шығарма. Оқы, ойлан, сезін.